Құрметті жүргізушілер, жол қозғалысы ережелерін бұзуды тіркейтін мобильді жылдамдық бақылау құрылғысының жұмыс істеу тәртібі туралы түсіндіріп өткім келеді. Ең алдымен атап өтетін жайт, бұл құрылғылар жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесінің бір бөлігі болып табылады. Олардың негізгі мақсаты жүргізушілерді жазалау емес, жол көлік оқиғаларының алдын алу және тәртіпті арттыру. Ол автоматты түрде жылдамдықты арттыру, қарсы жолаққа шығу, жол белгілерін елемеу және басқа да құқық бұзушылықтарды тіркей алады. Тіркелген мәліметтер ақпараттық жүйелерге жіберіліп өңделеді. Бұл құрылғылардың басты артықшылығы олардың мобильділігі. Яғни, оларды стационарлы камералар жоқ, бірақ жол көлік оқиғалары жиі болатын қауіпті учаскелерге орнатуға мүмкіндік бар. Құрметті жүргізушілер, жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауларыңызды сұраймыз. Толықтай ақпаратты Telegram арнамыздан аласыз.